Шыңғыс хан қазақтың қай тегінен шыққан? Шыңғыс хан және қыпшақтардың тарихи байланысы. Шыңғыс ханның шығу тегін зерттеу барысында оның қыпшақтармен байланысы туралы бірнеше ғылыми тұжырымдардың бары мәлім болды. Бұл зерттеулерде Әділбек Ишанбекұлының еңбектері ерекше орын алады. Ол Шыңғыс ханның бабаларының қыпшақтармен тығыз байланыста болғанын және олардың мәдениеті мен дәстүрлерінің Шыңғыс ханның билік құрылымына әсер еткенін атап көрсетеді. Қытай деректерінде Қыпшақ атауы алғаш рет біздің дәуірімізге дейінгі 3-2 ғасырларда кездескен. Ол жазу екі иероглифпен Чинча деген атауды білдірген. Қыпшақтардың ата-бабалары Си, Сары және Қытай деректеріндегі Сюяньто 4-7 ғасырларда Моңғол Алтайы мен Тянь-Шань арасындағы далада көшіп жүріпті. Сергей Кляшторныйдың зерттеулерінде Сей-Яньто қағандығының құрылуы мен оның қыпшақтармен байланысы туралы айтылады. Кляшторный Сейнто этнонимін түрік сыр этнонимімен байланыстырып, бұл екі халықтың тарихи байланысын көрсетеді. Сонымен қатар, ол сир тайпаларының қыпшақтардың арғы тегі екендігін ұсынады. Қытай деректерінде қыпшақтардың сыртқы келбеті туралы мәліметтер де кездеседі. Мысалы, белгілі тарихшы Омелян Прицак қыпшақтарды аққұба терілі, аққұба шашты адамдар ретінде сипаттаған. Ал Қытай хроникасы Юаньши қыпшақтарды көк көзді және қызыл шашты деп атайды. Бұл деректер қыпшақтардың сыртқы келбеті мен мәдени ерекшеліктерін зерттеуде маңызды рөл атқарады. Қыпшақтар діни сенімдері мен мәдениеті туралы да қызықты мәліметтер бар. Американдық ғалым Питер Голден қыпшақтардың діни нанымдары мен рәсімдері туралы зерттеулер жүргізген. Ол қыпшақтарда қасқырға табыну, итке құрбандық шалу сияқты дәстүрлердің болғанын атап көрсетеді. Бұл дәстүрлер қыпшақтардың дүниетанымы мен мәдениетін түсінуде маңызды дерек болып табылады. Питер Голден өз еңбектерінде қыпшақтардың бай шамандық дәстүрін, қасқырға және итке табынуын, ата-баба культін және ай-ата мифін сипаттайды. Қасқыр культі. Қыпшақтар қасқырды тотемдік жануар ретінде құрметтеген. Мысалы, Боняк есімді тарихи тұлға қасқырлармен бірігіп кетеді деген аңыз сақталған. Ай-ата мифі. Түркі мифологиясында алғашқы адам ретінде Ай-ата мен Айуа немесе Айша ана аталады. Ай-ата мен Айша ана адамдардың арғы аталары болған, яғни тарихи аңыздардағы Ашина осы қағидатпен сай болады. Олардың ұлы кіші Ай-ата, яғни Қыпшақ ері, екі қала салып билік құрған. Ай-атам қайтыс болған соң, оның ұлы Қасқыры Бүлчеге, яғни Қасқырдың күшігі әкесін алтыннан жасалған мүсінге айналдырып, арнайы салынған храмға қойған. Бұл миф Қыпшақ этнонимінің Кичак, Кишик, Күчик түрінде кездесетін архаикалық формасын растайды, және олардың шыққан тегі мен идеологиялық негізін қасқыр культімен байланыстырғанын дәлелдейді. Бөрі тегі хан көк бөрінің ұрпағы ретінде сипатталады. Оның жары Кубылан деп аталған. Осы мифологиялық жұптың ұрпағы Қобыланды батырмен, елік бөрі тегімен байланысты. Қазіргі төрелерді торы қыпшақтармен, ал қиятты Сюянты немесе Қытай қыпшақпен байланыстыру Шыңғыс хан әулетінің түркі, яғни Қыпшақ, шығу тегін негіздеуге мүмкіндік береді. Көк түрік атауы мәңгі ел дегенді білдіреді, және аңыз бойынша Айша енеден, яғни Ашинадан тараған. Бұл атау Құман және ел бөрлі топонимдерімен сабақтас. Моңғол сөзі кей деректерде мәңгілік деген түбірмен, яғни мәңгі ел, мәңгілік халық ұғымымен ұштасады. Бұл ортақ идеология түркі-моңғол халықтарының біртұтас рухани өрісі бар екенін көрсетеді. Қорытынды. Шыңғыс хан тарихи тұлға ғана емес, түркі-моңғол кеңістігінің символына айналған рухани кейіпкер. Оның шығу тегін қыпшақтармен, бөрі тегімен, ай-ата мифімен және көп түрік-моңғол идеологиялық сабақтастығымен байланыстырған зерттеулер оның тек моңғол емес, түркілік түп тамыры барын дәлелдейді. Бұл бағыттағы зерттеулер Шыңғыс ханды моңғол ғана емес, барлық түркі халықтарының ортақ мұрасы ретінде қарауға негіз қалайды. Себебі, түркі халқы көптеген мемлекеттер мен бүкіл әлем халықтарының негізін қалаушы халық. Автор Әділбек Ишанбекұлы.